Қайырлы күн, баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, сүзбелі ірімшік қосылған тоқаштар дайындаймыз. Алдымен видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Айранымызға ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды, қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 500 грамм ұнымызды салып, үстіне тұзымызды салып, илеп аламыз қамырымызды. Үстіне 100 грамм майымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жарты сағатқа демалдырып қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбемізге 300 грамм сүзбемізге 2 ас қасық қантымызды, одан кейін жұмыртқаның сарысын, 1 ас қасық кукурузный крахмал салып, погружной блендермен жақсылап араластырып аламыз. Бізде салмамыз осындай болып шықты, дайын болды. Енді жарты сағат қамырымызды алып, майда бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын осылай домалатып жасап аламыз. Қамырымызды жайып алып, арасына сүзбелі салмамызды салып аламыз. Салып болып, осылай шеттерін жақсылап біріктіріп аламыз. Қамырымыздың барлығын осылай жайып, шетінен арасына салып, формаға салып аламыз. Енді бетіне жаққанға жұмыртқаның сарысы мен азырақ сүтті екеуін араластырып, осылай беттеріне жағып аламыз. 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Сүзбелі тоқаштарымыз дайын болды. Толықтай суытып барып көреміз. Рецептін ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.